Сәлеметсіздер ме, құрметті YouTube көрермендері? Бүгін мен сіздерге қыздарға арналған торттарға осындай туфлиді жасап көрсететін боламын. Бұл туфлиді жасау үшін бізге ақ мастикамыз не болмаса розовый тестамызды алсақ болады. Мен бұны бір күн бұрын дайындап жасап қатырып қойғанмын. Қазір мен бұны қалай жасауды, қалай қатыру керек екенін көрсететін боламын. Бізге міндетті түрде осындай пенопласт керек болады. Өйткені біз пенопластқа біріншіден бұның биік өкшесін қадап қоятын боламыз. Сондықтан да міндетті түрде осындай пенопластты алатын боламыз. Алдын ала мен ақ мастикамды жайып алдым. Бірінші туфлименен бірдей қылып трафаретті сызып алдым. Екеуі бірдей болу үшін. Мен алдын ала өкшесін дайындап алдым. Өкшесіне міндетті түрде осындай шпажка керек болады. Біз қазір ақ мастиканы орап өкшесін жасайтын боламыз. Міне, бізде өкшесі дайын. Біз бұны бір күн қатырып қойсақ та, не болмаса осы күйде жасасақ та болады. Егер де сіз өте әдемі әрі түзу болып шығуын қаласаңыз, бір күн қатырып қойғаныңыз жөн, дұрыс болады. Мен осы бір күн бұрын дайындаған өкшемді алдым. Ол міндетті түрде бірінші туфлидің өкшесіменен бірдей болу керек. Артық жерлерін кесіп алып тастаймыз. Слай.
бұны міндетті түрде пенопластқа осылай кіргізіп қоямыз. Мына енді клейімізді жағып, мынау аралыққа мен көбіне пакетімді дайындап, әдемі болып қату үшін осылай салып қоямын бір күнге. Бір күннен кейін алып тастайтын боламыз. Мына мінекей.
біз бұдан алдына бантик жасаймыз. Осылай біздің туфлиміз дайын болды. Бұның дайын болуы бір күннен кейін алып тортыңызға қойсаңыз болады. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Жасалу жолы өте оңай әрі қарапайым, үй жағдайында жасаса болады. Сіздерге ұнады деп ойлаймын. Қатқаннан кейін дайын түрі осылай болады. Менің сіздерге жасаған туфлиім, видеоролигім ұнаған болса, маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.